Бисмилла сөз бастаймын, я рахман. Нұр болып ай менен күн толықсыған. Айтайын бір қиссаға артық сөзден. Тыңдаңыз, құлақ салып, ей мұсылман. Бүйіріңді таянба. Дәуіт пайғамбардың 30 ұлы болған екен. Бірде құлшылық уақыты таяғанда ол ұлдарын ертіп ғибадатханаға келеді. Халық жиналып үлгермепті. 30 ұлым да бір жамағат қой деп, жұртты күтпестен ұлдармен ғибадатты бастап кетеді. Намазда екі жаққа сәлем беріп жатып, расында да өзімнің әулетім бір қауым ел екен ғой деп астамшылық ойлайды. Намаз бітіп, бата жасаларда 30 ұлы сәждеден тұрмай қалады. Дәуіт секем алып, тіксініп қалады. Астамшылық ойлап халықты күтпегені үшін Тәңірі тағала оның 30 ұлына сол мезетте қаза жеткерген екен. Сол кезде пайғамбар малдасын құрып отырған бойы екі қолын екі бүйіріне таянып қайғырыпты. Содан бері ел арасында біреудің жақыны қайтыс болса, бүйірін таяны отырып аза тұту дәстүрге еніпті. Бейуақытта екі бүйірін таянуға болмайды, жамандық шақырасың деген түсінік содан қалған екен десе.